Қыздар, баршаңызға жалынды сәлем. Бүгін біз шелпек дайындайтын боламыз. 1,7 дейді, 1,9 дейді. Енді бұл арнайы шелпекке мен 500 грамдай ұн алдым. Бұның құрамына не кіреді, қандай ингредиенттерді салдым, оның бәрін мен өздеріңізге описанияда толық жазып кететін болам. Әдетте тұзды сумен илеп жатады, кейбіреулері сол суға сүт қосып илеп жатады. Мен мінекей таза айранға, айран ішіне ас содасын қосып илеп жатырмын. Аса қатты жұқа қылмай, осылайынан илейсіздерде, оны бір орамалдың бетіне, болмаса қағаздың бетіне қойып қоясыздар. Қатты жұқартпаңыздар, жұқа болса шелпегіңіз қытырлап кетеді. Мінекей осылайынан қағазға қоясыздар. Ал қыздар, майымыз қызыды. Қатты қыздырсаңыз тез-тез қызарып кетуі мүмкін. От баяу болса, шелпегіңізге май сіңіп кетеді, ол да жақсы емес. Мінекей қыздар, шелпектеріміз дайын болды. Қараңыздаршы қандай керемет, жүп-жұмсақ. Дәмі просто супер.